Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, барлық адам қателесуші. Қателеспейтін, күнә жасамайтын пенде жоқ. Ал енді сол күнәні жасап қойдық. Қателігіміз шаш етектен. Алланың құзырына барған уақытта сол қателіктеріміз, күнәларымыз үшін жауап беретін болсақ, жазаланатын болсақ, онда біздің жағдайымыз қиын болады. Сондықтан Алла тағала осы қателіктерімізбен Алланың құзырына дейін жетуімізді қаламай, Алланың құзырына барған уақытта қателіктеріміз, күнәларымыз кешірілген халде баруымызды қалап, өзінің мейірімімен бізге мүмкіндік берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ман сама рамадана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама мин замби." Кім Рамазан айын Аллаға иман етіп, Аллаға сеніп, шын мәнінде Алланың разылығын тілеп, ықыласпен және Алладан сауабын үміт етіп ұстайтын болса, оразасын тұтатын болса, онда оның алдыңғы жасаған күнәсінің барлығы да кешіріледі дейді. Сондықтан міне осындай мүмкіндіктің айы, мүмкіндіктің кезеңі біздің алдымызда келе жатыр. Рамазан айы. Осы Рамазан айында оразаны біз иманмен, Алладан сауабын үміт етіп ұстайтын болсақ, Алла тағала біздің алдыңғы жасаған қателік күнәларымыздың барлығын да кешіреді екен. Алла тағаланың осылай бізге деген мейірімі шексіз. Алла тағала оразаны кәміл етіп ұстауды, күнәларымыздың, қателіктеріміздің барлығының кешірілуін нәсіп етсін.